Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және осы видеоның соңында сіздер Нарутодағы ең мықты кейіпкер кім екенін білетін боласыздар. Ал кеттік. Ең алдымен таңдау критерийлерін айтайын, сіздерге барлығы түсінікті болуы үшін. Көз алдымызға елестетейік, бізде кез келген Нарутодағы екі кейіпкер өз пиктік күшін көрсете алатын арена бар, және сол арена арқылы біз ең мықтыны анықтаймыз. Мысалы, сюжет бойынша Кагуя Мадараның денесін басып алады, яғни екеуі сюжет бойынша төбелескен жоқ. Бірақ біздің аренада 6 жол Мадарасы Кагуяға қарсы емін-еркін шайқаса алады, яғни бізде симулятор арена бар десек те болады. Сіздерге барлығы түсінікті болса, онда 10-шы орынға көшейік. Итачи Учиха және Сенджу Табирама үздік ондықты ашып отыр. Екінші Хакаге Табирама Сенджу аниманың тек соңында ғана көрсетілгенімен, ол көптеген аса қауіпті нинджутсуларға ие. Солардың ішіндегі ең қауіптісі Табираманың атақты телепортация жасау қабілеті. Осы қабілет арқылы Табирама қарсыластың шабуылдарынан оңайсытылып, өз нинджутсуларын ең ұтымды сәтте қолдана алады. Учиха Итачи болса Аматерацу мен Цукуйоми сынды азулы қабілеттерден бөлек, Ято қалқаны мен Тоцука қылышы бар Сусаноға ие. Ал Шисуидің бір көзі мен Изанамиді қоссақ, Итачи тіпті өзінен жоғары тұрған шинобилерге сес көрсетуі мүмкін. 9-шы орынға Джирая және Учиха Шисуи жайғасты. Джирая өте көп мықты нинджутсуларға ие, кез келген қарсыластың кілтін таба алатын шиноби. Оған қоса ол Сеннин модына ие және Миобоку тауындағы бақалар оған әрдайым көмек беруге әзір. Сеннин моды арқылы оның чакрасы, физикасы, сенсорлық қабілеттері едәуір жақсара түседі. Ал басқа бақалардың көмегімен ол ұтымды тактика құрып, жауды топпен жеңуге мүмкіндік алады. Учиха Шисуи болса, Кото Амацуками қабілетінен бөлек тағы бірнеше мықты нинджутсуларға ие. Шисуидің басқа қабілеттері жайлы білгің келсе, онда менің Шисуи жайлы видеомды көрсең болады. Және Шисуи Учиха Итачи сынды өте мықты шинобиға тәлімгер ретінде көп көмек көрсеткенін де атап өткен жөн. Және Нарутоға арналған ойындардың бірінде ол тіпті Сусано көрсетіп үлгерді. Әрине, ол Сусано канон ба, жоқ па, оны әркім өзі шешеді, және ол канон емес деген пікірлер көп айтылуда. Дегенмен менің ойымша, ол Сусано бекерден бекер көрсетілмеді, және де ол Сусано Шисуиді одан әрі мықты қылып тұр. Нагато Узумаки 8-ші орынға жайғасты. Нагатоны авторлар сюжеттен 2 рет кетірген болатын. Ол қатысқан барлық шайқастарда Нагатоны әділ жеңген адам табылмады. Алғашында Наруто және артынан Итачи, Би және Наруто оны әділ түрде жеңе алмады. Егер Нагато аниманың соңына дейін көрсетілгенде, Альянс өз қарсыластарын оңайырақ жеңер еді. Дегенмен авторлар басқа кейіпкерлер арқылы ол проблеманы шешуді жөн деп тапты. Нагато әрине ең мықты кейіпкер емес, дегенмен Риннеганның қабілеттері оған өзінен жоғары тұрған шинобилерге де тісін батыруға мүмкіндік бере алады. Бірақ жоғарыда тұрған кейіпкерлер де Нагатоны жеңуге күштері мен қабілеттері жетерлік. Намиказе Минато мен Сенджу Хаширамадан тұратын Хакагелер жұбы 7-ші орынды місе тұтты. Намиказе Минато қайдан және қалай екені белгісіз Сеннин модына ие болып үлгерген. Әрине, оның Сеннин модын игергені еш жерде анық көрсетілмеді және айтылмады. Бірақ авторлар ол күш бар десе, демек бұл канон. Одан бөлек ол өлім құдайының ішінде Курама модқа ие болып үлгерді, және ол телепортация қабілетіне ие. Минато өте ақылды, басқа кейіпкерлер үшін тым жылдам және өте үлкен күшке ие. Сол үшін оны тоқтату кез келген қарсыласқа ауыр тиетін шаруа екені айтпасам да сіздерге белгілі жайт. Хаширама Сенджу болса, өзінің кез келген биджумен достасып кете алатын қабілетімен, өзіне ғана тән Сеннин модымен және өзінің өте алып нинджутсулармен көзге түскен шиноби. Оның клондарын тек Мадара ғана оригиналдан ажырата алады.
Ол Мадараның Кураманы қаптаған Сусаносын ойнап жүріп жеңген және Хаширама 100%-ға Хаширама жасушаларынан құралған. Және осының барлығы Хашираманың өз күші. Ол авторлардан ешқандай сыйлықтар алмады, яғни авторлар басқа шинобилерге берген артық күштерді алып тастаса, көптеген кейіпкерлер Хашираманың тіпті шаңына да ілесе алмай қалады. 6-шы орынды Танери және Какаши иеленді. Мен әрбір орынға көбінесе бір емес екі кейіпкерден қойып жатырмын. Дегенмен, бұл бір орында тұрған екі кейіпкердің күші шамалас дегенді білдіреді. Ал Танериге келсек, ол жайлы бізге көп нәрсе белгісіз, бірақ оның Кенсейганы толық ашылмады дегенді біз білеміз. Дегенмен Танери соның өзінде өзін мықты кейіпкер ретінде көрсетті. Егер сен Танеридің фанаты болмасаң, онда тез бұл қателіктің орнын түзе, себебі Танери өте мықты, басқа біреу оны тіпті менен де жоғары орындарға қояр еді. Яғни Танери оған фанат болуға өте ыңғайлы кейіпкер. Күш жағынан ол біраз шинобиға өз орнын көрсете алады. Какаши болса, өз пиктік күшін тек аниманың соңында иеленді. Хагаромо чакрасы мен Обитоның көздері оның күшін кем дегенде 10 есеге арттырды десем артық айтқаным емес. Какаши аниманың соңындағы кезін алсақ, нағыз имба, бұл факт. Сіздер менің сөздеріммен келісесіздер деп ойлаймын. Танери және Какаши 6-шы орынды иеленді. 5-ші орынға Учиха Обито жайғасты. Джубиді өзіне сіңірген Обито бүкіл альянс шинобилеріне ауыр қарсылас атанған болатын. Ол Джубидің күшін толық аша алмаса да, Обито өзінен төмен тұрған шинобилерді жеңуге күші жетерлік. Оның бір риндиганға да ие болғанын ұмытпайық. Авторлар Обитоға Джуби күшін көбірек уақытқа бергенде, адамдар Обитоның күшін қаттырақ бағалайтын еді. Дегенмен көзі ашық адамдар үшін Обито ең мықты кейіпкерлердің бірі болып қала береді. 4-ші орынға екі бас кейіпкер Наруто мен Саске жайғасты. Екеуі аниманың соңындағы шайқаста бір-бірін жеңе алмаған еді. Және Мадара мен Кагуяны жеңуге де оларға басқа шинобилер көмектескенін сөз еткенім дұрыс шығар. Бұл екеуін 3-ші орынға да қоюға болар еді, бірақ ол жерде басқа кейіпкер бар. Және де авторлар Наруто мен Саскені әдейі ең мықты қылмағанын да айта кеткен жөн. Егер авторлар қаласа, олар Нарутоны да Саскені де одан да мықты қылар еді, бірақ олар біріге отырып басты жауды жеңулері керек еді. Үздік үштікке Майтога енді. Ешқандай сыйлықтарсыз тек өмір бойы жаттыққандығының арқасында ол 3-ші орынға жайға салды. Гай көптеген шинобилерден қабілеттер бойынша қалып тұр, яғни көптеген шинобилерде былай қарасақ, Гайды жеңуге мүмкіндік бар. Дегенмен 8-ші өлім қақпасы Гайды осы жерге алып келді. Ол өзі қаза тапса да, өзімен бірге кез келген қарсыласты алып кетуге дайын, егер ол қарсылас Мадара болмаса әрине. 2-ші орынға Ацуцуки отбасының мүшелері Кагуя және ағайынды Хагаромо мен Хамура кірді. Бұл кейіпкерлер ерекше қабілеттерге ие, әсіресе Кагуя. Дегенмен, бұл әулеттің ішінде бірде-бір шиноби жоқ. Олар сөзсіз өте мықты, бірақ олар шиноби емес, жауынгер емес. Олардың соғыс тәжірибесі өте аз, әсіресе Кагуянікі тіпті жоқ десе де болады. Олар дұрыс тактика мен стратегия құра алмайды, өз күштерін тиімді пайдалана алмайды. Хагаромо өмір сүрген уақыттан бері шиноби әлемі алға қарай дамып кетті. Ал Хагаромо, Хамура және Кагуя өздерінің бұрынғы деңгейлерінде қалып кеткен болатын.
Аниманың соңында көрсетілген 6 жол Мадарасы Наруто анимасы және мангасындағы ең мықты кейіпкер, ең мықты шиноби. Мадара сөзсіз ең күшті, ең ақылды, ең қу, ең әккі кейіпкер. Ол Кагуямен шайқасқа түссе, оны өте оңай жеңер еді. Хагаромо және Хамурамен де дәл солай. Өз пиктік күшіне енген 7-ші топ оны тоқтата алмас еді. Майтогай оны тоқтатамын деп бекерге өліп кете жаздады. Наруто әлеміндегі шынайы ең мықты кейіпкер ол Учиха Мадара. Көптеген фанаттар Кагуяның қабілеттеріне алданып, оны ең мықты деп ойлайды. Дегенмен Кагуя Мадарамен жеке шайқасқан жоқ, ал Мадара мен Кагуя шайқасқа түскен күннің өзінде Мадара Кагуяны жеңудің амалын табар еді. Менің рейтингім міне осындай болды, ал сен қалай ойлайсың? Өз топыңды астына жаза кет, келіспеген жерлеріңді де айтуды ұмытпа. Сенің пікірің мен үшін өте қызық, және Аккацкидегі ең мықты шинобидің кім екенін білгілеріңіз келсе, онда мына видеоны көріңіздер. Сау болыңыздар.